Сегізінші наурыз мерекесі көктемнің шуақты күні ғана емес, бұл әйел затына деген құрмет пен алғыстың белгісі. Ана, әпке, жар, қыз, әрқайсысы қоғамның тірегі, отбасының жүрегі. Әлемдік діндердің барлығы әйел затына деген құрметті ерекше орынға қояды. Ал ислам дінінде ананы, қызды, әйелді сыйлаудың орны мүлдем бөлек. Пайғамбарымыз жәннат аналардың табанының астында деген. Бұл сөз жіңішке жолды қауымға деген құрметтің ең биік мәртебесі. Өйткені әйел біздің әрқайсымызға өмір беретін, жастайымыздан мәпелеп өсіретін адам екені мәлім. Сондықтан 8 наурыз гүл сыйлайтын ғана емес, жүректегі ықыласты білдіретін күн. Анаға жылы сөз айту, жарға құрмет көрсету, қарындасқа қамқор болу, мұның бәрі біздің адамдық әрі мұсылмандық парызымыз. Көктеммен бірге келген бұл мереке әр шаңыраққа шаттық, әр анаға қуаныш, әр әйелге құрмет әкелсін. Әйел затына деген сый құрмет бір күнмен шектелмей, жыл бойына жалғасса да жарасады.